Сәлеметсіздер ме? Тағы да құрметті әріптестер. Менің есімім толық аты-жөнім Адамбаева Жібекжан Байлыққызы. Мен осы мектепте Тірек мектебінің оқушы жөніндегі орынбасары боламын. Бүгінгі коучингті бастауға рұқсат етіңіздер. Көріп отырғандарыңыздай, коучтың тақырыбы семинарға байланысты, семинар тақырыбының айналасында алдық, әдіскер ағайымызбен келісіп, оқу тәрбие үдерісінде цифрлы сабақ арқылы оқушылардың бойына тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру. Ендеше әріптестер, сіздерді яғни шеңбер болып тұруға сұранамын. Менің есімім әдісі арқылы қазір біз бір-бірімізбен жақындап танысатын боламыз. Жақын тұра қалайық. Енді білесіздер, қазір күнде жаңа нәрсе шығады ғой, трендте, бәрі жаңағы вечерге барып, мен есімі Жібек, мен жаңа жвачка алып келген сияқты ойын білесіздер ғой. Сол сияқты менің есімім Жібекжан. Менің құндылығым, құндылықтай кетемін. Менің ең басты құндылығым, мен жаңашылмын. Бәрі айтады маған. Және де мен сізге жақсылық атты сыйлықты сыйлаймын. Көрдіңіздер ме? Бәрі менің есімім бірінші әріпіне байланысты сізге. Ойланып тастадым. Менің есімім Асель. Менің басты құндылығым адал болу. Мен сізге адамгершілік сыйлаймын. Өте жақсы. Сол жетпей жатыр. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Толғанай. Мен табыскермін. Сізге сәтті өмір тілеймін. Менің есімім Аманкүл. Мен сізге әр уақытта абыройыңыз асқақтай берсін деп тілеймін деген айтуым керек. Еще қандай негіз сіздің бойыңыздағы ең басты құндылығыңыз? Мен адалмын. Әріптестеріме, отбасыма, барлығына сізге тілейтінім абырой. Менің есімім Гүлдера, бізді көрсетілген ғой. Мына Гүлденге Қазақстанымыздың бір жақсы азаматтарын тәрбиелей береміз деген құндылығым бар. Мен сізге бар жақсылықты сыйлаймын, тілеймін. Менің есімім Асен. Менің басты құндылығым адал. Сізге тілейтінім денсаулық. Өте жақсы. Менің есімім Айжан. Ақтөбеден. Көрініп тұр. Сізге абыройлы болуыңыз. Өте жақсы. Менің есімім Ардагүл. Менің басты құндылықтарымның бірі бұл барған ортамда ардақты болуға тырысамын. Сізге тілейтінім адамгершілігі мол ортада жайнап жүре беріңіз. Өте жақсы. Менің есімім Мейрам. Еңбекқор адаммын. Сізге еңбегіңізге жеміс тілеймін. Саламатсыздар ма? Менің есімім Толқын. Құндылығым тәрбиелік, ең бастысы адам баласының қажеті. Өйткені алфавит деген сөз бар ғой, тәрбиесіз білім алған ол адамзаттың қасы жауы. Жұмыстан тәрбиелік басты құндылығым. Одан кейін қасымдағы қызға деп қояйын, танысымыз саған тілейтін жаным тыныштығым. Өте жақсы. Менің атым Фатима. Емес пе? Сізге қарайтын кеш болсын. Менің құндылығым көріп тұратын жерде қояйын. Фантазияңыз мол сияқты ғой. Биылғы жылда жаңа жылында сізге жаңа фантазиялар тілеймін. Функционал болыңыз. Фантазия болыңыз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрсұлтан. Енді мәрі не айтсам деп тұрмын бағана бері. Тек қана жаңа жылда жақсылық болсын, жақсы ниеттер болсын. Сіздерге бәрілеріңізге тек қана нұрлы күндер ғана тілеймін. Менің есімім Халимат. Угадайте, не айтам деп. Мен халыққа қызмет етемін. Және де Мадина ханымға халық бірлігін тілеймін.
сізге өзіңіз келгенде жақсы тілін Ой, рахмет. Рахмет. Мәселе отырыңыздар. Жақсы біріңізді жақын танысқалы иә. Мұғалімдер цифрлы сабақ өткізу дағдыларын жетілдіру, цифрлы құралдарды тиімді қолдана отырып, оқушыларды құндылыққа баулу жолдарын көрсету. Және бізде қандай нәтиже бүгін күтіледі. Коучинг соңында қатысушылар цифрлы сабақтың құрылымын біледі, кемінде 2 цифрлы платформаны қолдана алады. Цифрлы сабақта құндылықтарды кіріктіру тәсілін меңгереді, өз пәніне бейімдеп шағын цифрлы тапсырма жасайды. Ендеше әріптестер, сіздер тарихшысыздар, білесіздер, алжырда жаңағы әйелдерді қамап жаңағы аштық кезең болған кезде оларға жаңағы біздің қазақтың көңілі кең ғой. Сол кезде балалар құрт лақтырып, сол кезде көп жаңағы адамның жанын сақтап қалған болады. Ендеше мен сіздерге қазір супер құрт тарту етемін. Әріптестер, осындай нотамен ары қарай жұмысын жалғастырсақ, құртты жесеңіздер болады. Қазір мама көптеген жаңа идеялар, шығармашылық жұмыстар көрсетесіздер. Ал енді балалар, мұғалімдер, құрметті ұстаздар, менің таңдауым атты бір бейнероликті тамашалауға рұқсат етіңіздер. Мұқият қарап алыңыздар. Ендеше бұл бейне баянынан не түсіндіңіздер? Не түсіндіңіздер? Не көрдіңіздер? Не түсіндіңіздер? Білім алған адам болып, қазір ойынға құмар. Енді основны бұл видеоны мен өзім балаларыма көрсетемін. Оқымайды ғой, телефонға жабысқанға, кішкене санасына кіргізсін, оқысын, тоқысын деп. Енді оқу инемен қазған, құдық қазған дейді ғой. Қазір қиын болғанмен ертең жемісін көреді. Өте жақсы. Жол таңдау әркімнің өзінің еркіндігі, қандай жолды таңдаса. Бұл қыз басында бірінші жол таңдады, одан кейін екінші жол таңдады, екінші жол дұрыс сұрақ болды, иә? Тағы кім айтады? Екінші сұрақ. Бұл бейнебаянның цифрлы сабаққа қандай қатысы бар?
Аңа салшы. Бұл бейнебаянның цифрлы сабаққа қандай қатысы бар? Иә, енді қазір бәрі телефон, гаджет, планшет, интернет арқылы болады. Сауатты қолдана білу. Дұрыс айтасыз, иә. Рахмет, сізге көп. Сіз өте белсенді болып жатырсыз, мен сізге бір фишка бейнероликтегі жағдаят сіздердің өмірлік тәжірибелеріңізде болды ма, әріптестер? Құлаққа береді, содан кейін айтады не үшін. Сіздің де жауабыңыз ұнады. Бұл күнделікті болып жатқан өмір ғой енді. Өзіміз де оған кіріп кетеміз. Өзіміз де, иә, кейде балаларымызға да көңіл бөлмейміз, телефонда отырамыз, иә. Онымен жұмыс жасап. Сабағымызда да сондай, иә. Сабақ бәрін көшіп алады интернеттен, иә. Құрбақан жауап алмаңыздар, иә. Ал енді шарғыда кеттік. Жақсы жауаптар. Көп рахмет. Енді әріптестер, мен сіздерге қысқаша бір түсінік беру үшін одан кейін жаңа тәжірибеге көшеміз. Цифрлы сабақ бұл оқу үдерісінде ақпараттық коммуникациялық технологиялар кеңінен қолданылатын, білім алушыға электронды ортада білім беруге бағытталған сабақ түрі. Қарапайым тілмен айтқанда, цифрлы сабақта мұғалім тек қана мен кітапты емес, компьютер, интерактив тақта, интернет платформалар, бейне, анимация, онлайн тапсырмаларды қолданады. Отырыңыз. Ары қарай. Цифрлы сабақтың негізгі ерекшеліктері қандай? Интерактивтілік, оқушы белсенді қатысады, көрнекілік бейне, сурет, анимация арқылы түсіндіріледі. Жеке жұмысқа мүмкіндік, әр оқушы өз қарқынмен оқиды, қашықтан оқу ыңғайлы, нәтиже тез бағаланады, онлайн тест автоматты түрде тексеріп нәтижесін шығарады. Мысалы, Google Classroom, күнделік, білімлі, кахот, квиз арқылы өтілетін сабақтарымыз бар, иә. Видео сабақпен түсіндіру плюс онлайн тапсырма береді. Электронды оқулықпен жұмыс мектеп тәжірибесінде цифрлы сабақ дәстүрлі сабақты толықтырады, оқушының қызығушылығын арттырады және 21 ғасыр дағдыларын, демек цифрлы сауаттылықты өз бетімен оқуға қалыптастырады. Келісеміз бе? Ендеше, құрметті әріптестер, топтық жұмыс мен негізі 3 топқа бөлуім керек қазір. Енді өздеріңіз жаңағы 1, 2, 3 деген цифр арқылы 3 топқа бөлулеріңізді сұраймын. Бөлісеңіздер цифр арқылы. Айтана, иә, сізге Әсел, иә, сіздің? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ендеше әріптестер 3-ші топ мұнда отырады. 1-ші топ мұнда отырады. Ал 2-ші топ мұнда отырады. Шына кіші экранға жақындап. Енді әріптестер отырып отырсыз, отырмайсыз ба? Үшінші топтың тапсырмасы негізі ойлаған сіздер көп боласыздар деп, 2 топпен ғана жұмыс істеп, соны қалған көрермен болады деп. Бірақ сіздер 3-ші топ фан-фикшн әдісімен креативті жазу орындайсыздар. Креативті жазу дегенде ол жаңағы қазіргі заманмен байланысты жаңа идеялар, немесе бір тың дүниелерді дәптерге түсіру деген білдіреді. Жаз, ойлан, жарияла. Сіздер барлықтарыңызда Instagram бар, WhatsApp желісі бар. Міне мына жерге цифрлы сабақ және құндылық тақырыбына креативті ой жазасыздар, оны міндетті жариялайсыздар. Сіздің подписчиктеріңіз өтілдіңіз, бұл қазіргі заманға сай, оқушылардың деңгейіне сай өте жақсы әдіс. Өйткені оқушылар қазір бәрінің өздерінің әлеуметтік желісіне салады. Не осы соны салғанша, осындай фан-фикшн әдісін қолдансаңыздар болады. Ал енді мына 1-ші топ, сіздер шығармашылық топсыздар. Сіздер қазір тиме әдісі арқылы шығармашыл ұстаз, цифрлы ұстаз деген тақырыпта Қарақұмда құрылтай болды. Солай ғой, иә? Оның сынайын өздеріңіз білетін шығарсыздар не болған, иә? Сіздер соны мен телевизор беремін сіздерге. Енді біреу түсіреді, біреу ведущий болады. Соны маған құрылтайдағы ойнап шығасыздар. Сценарий жазасыздар. Енді қалған дүние өз шеберліктеріңізде педагогикалық. Ал енді 1-ші топ, қараңыздар, 2-ші топ, экранға жақын топ. Заманауи платформаларды
сабақтарда қолдану арқылы комикс жасайсыздар. Жасай аласыздар ма шындықтан айтыңызшы? Қазір жасап үйренетін боламыз. Ол қандай платформа? Canva, ChatGPT, ChatGPT платформалар арқылы іс жүзеге асырамыз. Біздің мектебіміздің информатика пәнінің мұғалімі Беркова Нарима Нұрахманова екеуміз сіздерге көмектесеміз қазір. Ал енді бірінші не істейсіздер? Мен сіздерге жаздым. Ал іске сәт мынау комикс жасаудың жолдары. Мұқият оқыңыздар. Сіздер креативті ой жаздыңыздар. Одан кейін ChatGPT, ChatGemini, Canva үшеуін ашып қойыңыздар. Содан кейін ChatGPT-ға жазасыздар. Мысалға қандай нені аласыздар комиксті? Отан соғысына. Отан соғысына сценарий жаңағы комикс жасап берші десеңіздер, GPT жазып береді. Сосын Gemini'ға әр розыны салсаңыздар сөзін шығарып береді. Сосын Canva'ға саласыздар, және ауызбен сөйлем шығарып, сосын өзінен шығасыздар. Көмектес жасаңыз. Өзіміз көрейік? Иә, жасаңыз. Мұны берген нұсқаларға қазір тартпасақ, оған жаңа бақылып видеода екеуін байланыстыру үшін ақша тауып кетпесе Сүреттер сөйлейді. ақша тауып кетпесе Сүреттер сөйлейді. Рейстақ қатып кеткен жерді. Бұнына топ бітсе болды. Жұмыстап шығарсын. Қалайға бәріміз бәрі отырамыз. Қазір бірінші топ, үшінші топ сіздер көрермен ретінде отыра бересіздер. Бірінші топ қазір шығармашыл ұстаз, цифрлы ұстаз деген тақырыпта ТВ әдісі бойынша Қарақұмда құрылтайды көрсетеді. Тамашалаймыз. Келіңіздер, міне телевизорларыңыз бар. Аттан отырамақ па? Ведущийлар келіп алып, кейіпкерлер дейін сұрайды. Шешейін шақырайын ба? Жоқ, сіз бүйтіп, сіз айтып тұрасыз, бұлар ойнап тұра ма, солай ма? Жоқ, мен шақырайын деп тұрмын ғой. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тарихи таным ТВ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бір біздің қоғамымыздағы орны ерекше тұлғалар мен
кездесу өтпекші. Арнайы шақыртылған қонақтарымыз бар. Енді таныстырып өтейін. Рұқсат етсеңіздер. Тәуке хан. Спанжия Көбеев атындағы негізгі орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Қалбаева Гүлзира. Ұлы жүздің биі Төле би Айтбаева Толқын номері 3 Абай атындағы орта мектебінің тарих пәні мұғалімі. Орта жүздің биі Қазбек би номері 7 Пушкин атындағы орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Абдраимова Мадина. Кіші жүздің биі Әйтеке би номері 1 Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Батчабекова Фатима. 1710 жылғы Қарақұмдағы құрылтайдағы бас қолбасшы Шапрашты Бөгенбай. Жақсы уақыттарыңызды бөліп біздің телеарнамызға қош келдіңіздер. Өздеріңіз уақытты кері шегінсек байқап отырғандай басымызға күн туып, жан-жағымыздан, шығысымыздан жоңғардың қаптап келген уақыты. Енді осы Қарақұмда сіздерді арнайы жинап отырмын. Бұл жердегі негізгі біздің мақсатымыз да 18 ғасырдағы мынау қаптап келген жоңғардың қазақ халқының жерін аман-есен алып қалу үшін 300-дің басын қосқалы отырмыз. Енді не айтарларыңыз бар? Мен сол кездегі, яғни 1680-1715 жылдары қазақ қоғамын басқарған қазақ ханы Тәуке хан шақырдым деп отыр. Уа халайық, уа игі жақсылар, ақылма билер, ер қорғаған батырлар. Басымызға күн туды, жау сырттан қысса, дау іштен қысты. Ішкі алауыздық елді әлсіретер, бірлік елді күшейтер. Мен хан болсам да халықтың сөзін тыңдамай, билердің билігінсіз, елдің келісімінсіз іс қылмаспын. Сол себепті мен әділ заң орнатуды жөн көрдім. 300-дің баласы бір тудың астына жиналса ғана жау бізді ала алмайды. Уа халайық, ел басына күн туды, жау сырттан қысса, біз іштен бөлінсек, ел болудан қаламыз. Айтыңдар ақылдарыңды. Ел ағасы, ұлы жүздің биі Төле би, өзіңіз не дейсіз? Уа ағайын, ел тағдыры сынға түскен шақта бірлік болмай тірлік болмас. Жүзге бөлінсек, жауға жем боламыз. Бір тудың астына жиналайық қанекей. Оп, бәрекелді. Олай болса, орта ел ағасы Қазбек би, өзіңіз не дейсіз? Біз жоңғарларға қарсы шешім қабылдау мақсатында жиналғандықтан ортақ шешім қабылдау керекпіз. Біз найзаның күшімен емес, бірліктің күшімен әрекет ету керекпіз. Еліміздің тәуелсіздігі мен жерімізді сақтау мақсатында ортақ мықты әскер құрып отырмыз. Құруға қарсы бірлесе әрекет ету керекпіз. Ал Қабанбай батыр, сіз не айтасыз? Ойыңызды айтсаңыз. Жоқ, бірінші кімді тыңдап көрсек қалай болады? Сіздің биін шақырайық. Әділ залым елдің билігі, заңға бағынған ел азбайды, басшыны тыңдаған ел тозбайды. Ой, бәрекелді. Осындай билеріміз тұрғанда бізді жау ала ма? Олай болса, осы 300-дің басын қосатын арамызда батырларымыз бар ма екен? Қабанбай батыр, не дейсің? Ағайын, жау табан тіреп тұрғанда дауды сөзбен емес, біліктің күшімен шешетін уақыт туды. Жер атадан қалған аманат, оны қорғау бізге парыз. Бір найза сынар, бір жұдырық бұзылмас. Біріксек жау тізе бүгеді. Бөлінсек елден арыламыз. Жер үшін жан аямаймыз, бірлік болса жеңіс. Дұрыс айтады. Осындай батырларымыздың қолын бастап 300-дің басын біріктіретін бас қолбасшысын шақырайық ортаға. Кім өзін қолбасшы санайды? Жау келсе атқа қонамыз, бірақ жеңістен бері бірлік. Сол себептен бірге жиналып, жауға бірге төтеп беру керек. Алға, алаш, алға! Ал жаугер жоспарынан не істейік? Ал, не істейік? Жоспарыңыз айтып беріңіз. Жоңғарларды жойып,
түбімен жоқ қылайық, тарихтан жояйық, аты өшсін. Олай болса, осы Қордай адам тарихшылары әрқашан алда, туларымыз биікте самғай берсін. Тамаша. Жаса Құдайдай кет, жаса. Кеттік! Көп рахмет. Және бәріне көрсетіп шығыңыз, жасаған дүниелеріңіз. Енді ол жаңағы сіз айтқан уақыт шектеулі. Жоқ, міне. Бір кадр жасап. Қалай жасағанымызды айтып кететін болсақ, бәрі жазған. Google аккаунт ашып отырған Google аккаунтқа ChatGPT және ChatGPT экранға платформаларын ашып қойдық. Ең бірінші ChatGPT-ге бізге ұлы отан соғысы туралы көрмес керек деп жаздық. Жазып ол бізге кадрлар шығарып берді. 7 кадрдың біреуін алып қанбамыз Gemini'ге қойдық. Gemini бізге дайындап берді. Одан кейін Canva'ға салдық. Бір сурет алып салдық. Сосын бұл жерде қарасаңыздар, мына жерде тұрған кейіпкер сөйлеп тұрған ше, осыны текстке кіріп жаздық. Сосын бізде Тексті өзіміз береміз. Иә, тексті теріп, оған негізі уақыт керек. Бірінші рет болған тұрған біз бірақ негізі мына жерде бәрі жазылып тұр екен. Жолдар жазылып тұр екен. Осыған қарап сездіріп болады екен. Негізі бізге сабаққа керек. Тарихқа сіздің сөзге сыңызды жолдарыншы. Ал қандай баға береміз әріптестер? 3 платформаны 10 минутта игеріп алды, иә? Мына жас маман, иә? Жастар не сезіп үйретіп, өзінің қарындасына көмек жасаған керемет көрсетті жаңа. Телефон сізге, сол үшін екеу керек. Телефон арқылы жасаған екен. Ал енді 3-ші топты тыңдап көрейік. Бәріңіз емес, бір-екеуіңіз ғана оқушыңызға шыққан екен. Жайрадыңыз ба, сабаққа қойдыңыз ба? Сабақ бор мен тақтамен ғана шектелмейді. Бүгінгі сабақ экранда сандық теңсіздікте өтуде. Цифрлық сабақ және ойлау мәдениетін үйретеді. Бұл жерде тек көшіру емес, өз ойыңды жазу, нағыз құндылық болып саналады. Сондықтан жаңа бірінші жаз деді ғой, жаз өз ойыңды жоғалтпау үшін бірінші жаз қойыңыз. Екінші ойлан, шындықты ажырату үшін ойланған кезде шындықты жалғаннан арманда білу керек. Үшінші жариялаған кезде құндылығыңды әлемге көрсету үшін. Маған бір маңызды ой салды. Технология бізге білім беріп қана қоймайды, ол жауапкершілік, адалдық, бір-біріне деген құрмет сияқты құндылықтарды талап етеді. Интернеттегі ақпаратты дұрыс қолдану, адалдық, топтық, онлайн жұмыстар, бір-бірін тыңдаушыластық, технология бұл құрал болса, ал құндылық оның жүрегі. Өте. Миссия экология әдісімен Абай атап айтқандай, көңілден кіріп ойдалар, әсер әлмен тәтті күй, көңілге түрлі ойсалар, әсер әлмен тәтті күй демекші, қандай әнді орындағаныңыз келеді, таңдаңыздаршы. Қарсы қалыс жоқ па? Жақсы, ендеше бір сергі бар. Медициналық тұрғыда Америка адамның миы демалады екен дейді. Айтып көрейін, миым. Көп рахмет.
бағаңызды бекітуге де уақыт келіп қалды. Мына бірінші топ сіздер қарастырылған тақырып бойынша цифрлы сабақ атты тақырыпта модель жасайсыздар, иә? Мына бірінші топ. Алдарыңызда маркер белгі бар, постер. Екінші топ цифрлы сабақ, табыс сабақ атты тақырыпта модель жасайсыздар. Демек сіздер жаңа не үйрендіңіздер платформаны? Сол бойынша пирамида, машина шыққадан не вообще жалпы не түсіндіңіздер? Иә. Не ой түйдіңіздер осы жаңа әдістен? Өзіңізді пайдаланған. Иә, мына жақта. Орныңыздан тұрып оқисыңдар, иә? Оқи қойыңыз. Бүгін толықшылықта біз шығармашылық жұмыс жасап үйренуді білдік. Ойымызды еркін жеткізу, рөлдік орындарға ену, сахнада өзін еркін ұстау және де жаңа технология, жасанды интеллекттерді пайдалануды үйрену. Шығармашылық ұстазына сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Біз енді бірінші тапсырмада платформа арқылы цифрлық сауаттылықты арттыру бойынша жасадық. Енді соны жасау барысында қандай нәтижеге жетеміз? Ең бірінші біз ресурстар мен жағдайларды таңдап аламыз. Қандай ресурстармен жұмыс істеу керек? Платформа, ноутбук сияқты. Одан кейін тапсырма, қандай тапсырма аламыз? Нәтижесінде оқушының қызығушылығы артады, өзіндік жұмыс дағдысы дамиды. Яғни ары қарай қандай нәтижеге жетеміз? Табысты сабақ көрсетеміз, оқу мақсатына жетеміз, белсенді оқушы болады, және де уақытты тиімді үнемді пайдаланады. Артық білім кітапта деген сөзіміз бар, иә? Өйткені нұрсұлтан ағай. Артық білім кітапта өткені жалғастырыңыз. Дұрыс. Арата тесін не айтасың, арата тесін? Артық білім кітапта, яғни баланың ойын жинақтап, нақты білімді беретін осы кітап. Яғни қолымыздағы телефон емес. Барлығы жай ғана. Ендеше рефлексия. Біз бәріміз қазақ, бір қазақ деген атаның баласымыз ғой, иә? Бәріміз де Қазақстан Республиканың болашақ азаматтарын тәрбиелеудеміз. Не үшін мен картаны алдым, не үшін киіз үй? Біз тәрбиелеген оқушылар Қазақстан әрбір үшін тірек тұратын мықты азамат болып, бәрі отбасы болып, тек қана бойларында құндылық қана болсын деп тілеймін. Ендеше бағалауға да бұл менің қызымның ойыншығы еді. Таразы, иә. Ал енді осы туралы бір қазақтың аңызы бар ғой. Қаймаққа құрбаққа түсіп кетеді екеуі. Біреусі қойшы деп соғыта батып қалады, иә. Екіншісі не болса да жүзе берейін көреміз деп қаймақты неге тұрады? Сол кезде миксерді біз бірінші шығарттыңыз ғой, иә. Сол сияқты осы құрбақаның осындай бір ақылдығы ретінде бізде қандай болмасын қиындықта өмірде, тәжірибеде немесе педагог жолда болсын, өмірде болсын, қиындықтай сүрінбей өтіп, әрқашанда шығатын жол табатындай ұстаздар болады. Ендеше таразылайға екі топта. Көбінесе екі топ жұмыс жасады ғой бізде. Үшінші тобымыз бізде эссе жазды, қорытындыларды деген сияқты көрермен ретінде болды. Екінші топ келіңіздер. Жоғалтпамаңыздар ма? Аха, бағана берейін десін алады. Ол көріңіздер, ол сіздің бағыңызға қарай көп берілсін. Сіз бағыңызға қарай на топ болып қалыңыздар. Екінші топты кімдер? Ал енді қараңыздаршы, шығармашылық жеңді, иә? Сіздер жұмыс жасадыңыздар, өмірдіңіздер, ал мына топ болса шынайы алып шықты, қайсы қызығырақ болды сіздер? Шын айтыңыздаршы. Екеуі де жақсы ғой? Шығармашылық ойнау қабілеті, ойнау керек. Мынау да керек бізге. Бұл да заманауи талабы. Бірақ та көбіне артық білім кітапта дегендей шынымен, шынайы, көзбен өзіміз істегенге ешқашанда ештеңе жетпейді, бағаланбас дүние саналады. Сіздерге көп рахмет, отбасыларыңызға бақыт, денсаулық тілеймін. Ұстаздық атты педагогикалық жолда сіздерге тек қана табыс және толағай жеңістер тілеймін.